Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз американдық таңғы ас панкейк дайындайтын боламыз. Тез әрі оңай жасалу жолымен бөлісемін. Бізге бір жұмыртқаға қантты жақсылап араластырып, жылы сүтімізді құямыз. Жылы сүтімізбен де тағы да жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызға міндетті түрде қопсытқыш пен ванилинді екеуін жақсылап араластырып алып, сосын саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып шығып, ешқандай түйіршік қалмауы керек. Онан кейін сұйық май құямыз. Сұйық маймен тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Мінекей қамырымыз осындай болу керек. Қатты қою да емес, сұйық та емес. Бірінші қызып тұрған тапамызға осылай панкейктарымызды құйып аламыз. Дөңгелекше етіп, төменгі жағын піскенін осындай бетіне кесікшелер пайда болады. Яғни төменгі жақ пісті деген сөз, екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Оңай, тез дайындалатын жолын сіздерге бөлісіп отырмын. Ұнайды деген ойдамын. Жұмсақ, дәмі енді өте керемет болып шығады. Жасалу жолы да өте тез, оңай. Күнделікті балдарыңызға осылай пісіріп берсеңіздер болады. Мінекей екінші жағы пісті деген сөз, түйіршіктер пайда болды. Екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Мен табанымда майламаймын, өйткені бұл майлауды қажет етпейді. Мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Мінекей біздің панкейктер дайын. Ас болсын, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.